Сіздермен бірге дұрыс тарих арнасы. Бүгін мен әйелдер билікте болғанда елдің жағдайы қалай нашарлағаны жайлы айтатын боламын. Ежелгі уақыттан бері қазақ қоғамында әйелдердің құқығы өте жоғары болатын. Олар ерлермен қатар тірлік жасап, тіпті соғысқа да қатысып отырды. Сонымен қатар, бірқатар әйелдер хан болып ел басқарған кезеңдерде аз болмады. Дегенмен ежелгі қазақтар құрған мемлекеттер неге құлағанын қарайтын болсақ, біразының артында әйелдер тұрғанын байқаймыз. Бүгін осы жайында кеңірек тоқталатын боламын. Басқа да маңызды тарихи мәліметтерді менің видео астындағы телеграм каналыма өтіп көре аласыздар. Жанси патшайым Мөденің әйелі, Ғұн империясы. Мөде шығыс ғұндардың ең әйгілі билеушісі бола білді. Ол өз елін қысқа уақыттың ішінде қатардағы мемлекеттердің бірінен аса қуатты империя деңгейіне жеткізді. Әсіресе оның жүргізген әскери реформасы өз замандағы әскери істерден бірнеше ғасырға озып кетті. Оның әскеріне ешбір көршілері төтеп бере алмай, бірден соң бірі жеңіліске ұшырады. Біздің заманымыздан бұрын 201 жылы Мөде ғұндарды ертіп Қытайға басып кірді. Көптеген аумақтарды басып алып орталық Қытайға бірақ шықты. Оны тоқтатуға хан патшасы Любан біздің заманымыздан бұрын 200 жылы 320 мың әскерді ертіп өзі шықты. Ғұндар үшін бұл соғыс өте сәтті болды. Аяздан Қытай әскерінің 10-3-і саусақтарын үстіп алды. Онымен қоса ғұндар шегінен соғысып, Любанды алдап негізгі әскерінен бөліп, өздерін қоршауға алды. Мөде Қытай патшасын тұзаққа түсіріп, оның қорғанысын 7 күн бойы аяусыз соққының астына алды. Ерте ма кеш па ғұндар қорғанысты бұзып, өзін тұтқынға түсіретіндігін сезген Любан тез арада мәселені шешу үшін Ғұн патшайымы Жансимен байланыс орнатты. Өлім мен өмірдің ортасында отырған Қытай патшасы байлығын аясын ба? Ең құнды заттарын жөнелтті. Бұндай сыйлыққа есі кеткен Ғұн патшайымы тез арада Мөдеге барып, Қытай императоры өте кемеңгер адам, онымен келіскенің дұрыс болады-ау деп соғысты тоқтатуға барын салды. Мөде әйелінің сөзіне ойланып, бір жағынан өзінің Қытайлардан болған одақтастарының келіскен уақытта келмегеніне қапаланып, олар сатып кетуі де мүмкін ғой деп Қытай патшасын жіберуге келісті. Жанси патшайым ғұндардың мүддесіне қайшы өрескел әрекет жасады. Яғни ғұндар ғажап жеңіске жетіп, Қытайларды ойрандаудың азақ алдында тұрды. Ал ол кезде жалпы Қытай елінің жағдайы мәз болмайтын, себебі хан империясы жаңадан құрылған болатын. Ал оның негізін салушы Любан таяу уақытта ғана өзінің басты жауы Чу патшасы Сян Юйді жеңген болатын. Егер Жанси патшайым Мөдеге кедергі болмаса, ол Любанды өлтіретін еді, себебі Мөде аса қатыгез адам болған және қарсыластарын жиі өлтіріп отырды. Әлі толық қалыптаспаған хан империясы басшысынан айырылып, елде таққа талас туындар еді. Бұл уақытта Сян Юйдің жақтастары немесе ұрпақтары бас көтеруі мүмкін еді. Нәтижесінде ғұндар мен Сян Юйдің жақтастары екі тараптан соққы берсе, хан империясында еш мүмкіндік қалмас еді. Бірақ парақор Ғұн патшайымы бұлай болуына тосқауыл болды. Өздеріңіз білетіндей, бірнеше ғасырдан кейін хан империясы үйсіндермен одақ құрып, ғұндарға жабылып, олардың мемлекеті соның нәтижесінде біздің заманымыздан бұрын 55 жылы құлады. Құтлық Себек Қадын, Шығыс түркі империясы. Шығыс түркілер аса қуатты империя құра білді. Қытайларды да кейін Таң империясын талай соғыстарда ойсырата жеңіп, өз үстемдігін жүргізді. Әсіресе Білге хан және оның інісі Күлтегін мен олардың уәзірі Тоныкөк заманында болған ірі жетістіктер түркі жазбаларында кеңінен баяндалды. Бірақ Білге хан белгісіз жағдайда уланып 734 жылы қайтыс болды. Білгенің Құтлық Себек деген әйелі болды. Ол Тоныкөктің қызы болатын. Себек қатын күйеуінің өліміне Қытайға барып қайтқан бас уәзір Бұйрық-Шорды айыптап оны өлім жазасына кесті. Таққа Юлық хан отырды, бірақ ол да 5 жылдан соң қайтыс болып, билік Құтлық ханның қолына өтті. Дегенмен ол жас бала болғандықтан уақытша басқару мүмкіндігін Себек қатын алды. Себек Білге мен Күлтегіннің кезеңіндегідей өзіне бағынбағандарды өлтіріп толыққанды басқарамын деп ойлады. Сол мақсатта батыс тараптың басқарушысын өлім жазасына кесті. Шығыс тараптың басқарушысını өлтіруге оқталды, бірақ оның ниетін ол жақтағылар дереу аңғарып, шығыс аймақтың басқарушысы "Мынау қатын ертең менің де түбіме жетеді, одан бұрын мен оның көзін құртайын" деп бас көтеріп қарсы шықты. Нәтижесінде елде өзара азамат соғысы басталып кетті. Олардың өзара қырқысын пайдаланып, шығыс түркілерге бодан болған ұйғыр қидан қарлық басмалар ұлт-азаттық көтерілісін бастады. Сондай-ақ ұйғыр, басма және қытайлар жабылып, 744 жылы шығыс түркі империясын құлатты.
себек қатынның қателіктерін қарайтын болсақ, біріншіден, ол іштегі сепаратистердің жай-күйін толық аңғармады. Олардың айтарлықтай күшті болатындығын ескермеді. Екіншіден, биліктегілерді беталды өлтіруге оқталды. Басында бұл ойы жүзеге асса да, кейіннен биліктегілер өз күштерімен қарсы шыққанда себек қатын оларға қарсы төтеп бере алмады. Егер себек қатын бұлай агрессивті саясат жүргізіп іштей құлдыратпағанда, түркілерді сырттан ешкім оңайлықпен жеңе алмас еді. Яғни, өте қуатты империя билікке себек қатынның келуімен бар болғаны 2 жылдың ішінде шашылып қалды. Қидан мемлекеті, Табуян патшайым мен Басуған патшайым. Алдыңғы видеоларда қидандар жайлы толық айтып өткен болатынмын. Қидандар мұсылман деректерінде Қарақтай атымен танымал болған түркілер. Олардың негізгі атамекені Қиыр Шығыс. Кейін Елудашидің басшылығымен 1128 жылы Қазақстан аумағына басып кіріп, оңтүстік Қазақстанды жаулап алды. Қидандар құрылған сәттен бастап аса қуатты жауынгер халық ретінде көзге түсті. 1137 жылы Қарахан әскерін ойсырата жеңіп тастады. 1141 жылы Қатуан шайқасы орын алып, бұл жолда қидандар Қарахандар мен селжұқтарды жеңіліске ұшыратты. Қидандар Елудашидің басшылығымен Мәуереннахр мен Жетісуда өз билігін орнатты. Қидандар арасында әйелдердің маңызы өте жоғары болатын. Олар тікелей билікке араласа алатын. Егер Гурхан өлсе және оның орнын басатын ер туыстары болмаса, балалары кішкентай болса, таққа әйелі не қызы отыруға құқылы болды. Тек әйел хан тұқымынан болу шарт болды. Мысалы, Елудаши өлгенде оның орнына әйелі Табуян таққа отырды. Кейін Елудашидің қызы Басуған да таққа келді. Қалай әйелдер билікке келді, солай қидандар жоғары қарқынмен құлдырауға ұшырады. Себебі әйел патша Табуян бодан халықтарға салық мөлшерін көбейтті. Қарақытайлардың бодан халықтарға озбырлығы артты. Кейбір шаруаларға шабуыл жасап ашық тонауға көшті. Бұл жағдайлардың бәрі халықтың наразылығын туғызды. Олар тәуелсіздікке ұмтылып, Қарақтай мемлекетінің бірлігіне нұқсан келтірді. Ішкі жағдайдың нашарлауы Қарақтай мемлекетін әлсірете берді. Бұл жағдайды пайдаланған Хорезм күшейіп кетті. Ақыр соңында қидандар іштей әлсіреуіне байланысты түркмендердің мемлекеті Хорезмнен де, тәжіктердің мемлекеті Гурит сұлтанатынан да жеңіліп, бейшара мемлекетке айналды. Кейін қаңғып келген күшлік қидан патшасының құлағынан теуіп, әжинақ билікті басып алды. Наймандар білгендерін жасап халыққа озбырлық жасады. Күшлік келгенде қидандарды еркек патша билікте болды, бірақ ол әйелдердің жасап кеткен былықтарын шеше алмады. Яғни, өте қуатты мемлекет болған қидан патшалығы да әйелдер билікке келуімен құрдымға кетті. Әйелдер халықтың ішкі жағдайын дұрыс бағалай алмады және салықты арттырып, халықты қажытты. Салдарынан қол астындағылар шектен шығып, әлсіз топтағыларды тонауға көшті. Бұның бәрі билікке наразылық туғызып, қол астындағылар сырт жаққа болысып, қидандар барлық тараптан жеңіліске ұшырады. Алдағы уақытта да осы тақырыптағы видеоны жалғастырамын және осы оқиғалардың барлығын саралай отырып, әйелдер билікке келгенде болатын өзгерістер жайында талдайтын боламын. Келесі видеоларда Томирис және басқа да билікте болған патшайымдардың сыртқы саясатын қарастырамын. Сондықтан жаңа видео жіберіп алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.